Қайырлы түн баршаңызға. Бүгін біз өзіміздің жұмысымызды бастаймыз. Бүгін кешірек бастадық. Бүгінгі жаңа лайф сұхбат бағдарламасының қонағы, біздің қонақ Жанар есімді келіншек. Жанар Актаева. Мінекей, қазір мен ол кісіні шақыратын. Және де бірге бүгін тікелей эфирді қызықты қылып өткізуге тырысамыз деп ойлаймын. Қосыла кетіңіздер, сұрақтарыңыз болса қоя отырыңыздар. Қайырлы түн, Жанар ханым, қалыңыз қалай? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Жақсы, шүкір, аман есен. Рахмет үлкен. Қош келдіңіз біздің бағдарламаға, бірақ сіздің мұрныңыздан төмен қарай көрініп тұр. Сәл экранды жөндеп жіберсеңіз. Былай ма? Қош келдіңіз біздің бағдарламаға. Рахмет. Қош көрдік. Экранды жөндеп алсаңыз, біз сізді күте тұрамыз. Болды ма? Нормально ма? Иә, жақсы болып тұрсыз. Енді қайырлы түн. Өзіңіз жайлы қысқаша айтып кетсеңіз, біздің бағдарламаға қош келдіңіз. Енді біздің бағдарлама енді жанұялық, жаңадан бастап жатқан блогер келіншектерге арналған бағдарлама. Кәдімгідей өзінің аудиториясы бар, өзіне сұраныс бар кісілерге. Біздің бағдарламаның мақсаты жаңадан шығып жатқан ол қыздардың қызығушылығы, сіздерге сұрақтар көп келетін, мысалға, иә, директке көп түседі. Қалай бастадыңыз, қалай біз бастасақ деген секілді. Соған сәл кеңестер болса, өзіңіз жайлы сырласамыз бүгінгі таңда, иә. Өзіңіз жайлы қысқаша айтып кетсеңіз. Мен жалпы Жетісайдың қызымын. Ақтаулық блогермін жатырмын. Себебі күйеуім де шымкенттік, бірақ біз күйеуім әскери адам. Атырау қаласында 2 жылдық, Ақтауға келгенімізге 1,5 жыл. Ақтауға болады. Енді бір айына ауылға барамыз, жерде күніміз өтіп жатқаннан кейін жалпы ақтаулық қой деп ақтаулық блогер жазған бар. Қазақстанның келінімін ғой, не деп отыр. Иә. Иә. Ал енді Ақтау қаласына жұмыс бабымен көшіп кеттіңіздер ғой сонда, иә? Иә. Адам офицер ғой, енді жаңағы жыл сайын ауысып тұрады ғой. Атырау қаласында 4 жыл жасап, Ақтау қаласына ауысып. Жақсы екен. Негізі өзіңіз кішкентай кезіңізде қандай бала болдыңыз? Бұзық болдыңыз ба? Момын, тұйық? Қандай болдыңыз? Кішкентай кезімде негізі 2 қыз 2 ұлмыз үйде. 2 інімін, үлкені ағам. Сол ағамды бірінші бала деп әжесі қолына береді ғой. Содан қолында мама папа бөліп шығып кеткен, қолында мен, сіңліммен арамыз 4 жыл, жасыма дейін папамның қызы болып қолында көтеріп, енді кішкентай кезім мен ғана есімде, қылығымда қалған, мінезімде қалған. Қатты ерке болып өскесің дейді маған. Сендікі болмаса болмайды болып өскен. Енді соның бар, енді сәлде кейде мен болмай кетсе жаңыл шығарып кетсе, сол мінезімді көрсетіп қоямын, бірақ бәрі болады екен, ерке былай сәлде болсын, тастайым ақыл дегенде қалып қояды екен. Әрине, жолдасыңа еркелейсің мүмкін, иә? Иә, жолдасыңа барған ортама еркелеймін, жаңағыдай сәл еркелік, менікі өтпей қалды деген, басыңдық деген. Қыздарға ерке болмаңдар десей? Иә, ерке болуға болмайды енді. Кейде асыра ерке жоқ бұлай. Кейбір адамдарға қарағанда мен еркелік сәл нема деп қаламын. Жақсы ма деп қаласың ғой олардың қастарында? Сәл ақылды ерке ма деп қаламын. Енді иә, ерке болған жақсы ғой, өмірге еркелеп өткен жақсы, әрине. Ол деген жақсы дүние, еркелігіңді көтеріп жатса, қанекей жақсы ғой. Еркелік қызға жарасады ғой дейді. Әрине, еркелік қызға жарасады. Иә. Енді жолдасыңызбен танысқан, қай кезде таныстыңыз, қалай таныстыңыз, қай ол кісінің қылығына ғашық болдыңыз дегендей, сол жайында айтып кетсеңіз. Мен жалпы студент кезімде жалпы негізі әке шешеме жаңағы еркелік дедім ғой.
менікі болу керек деп өстім да, маған мұғалім бол деген. Мен инженер технолог Алматыға түсем, осыны таңдаймын, мен мұғалім болмаймын, қалай да Алматыға түсем деп түстім Алматыға. Бірінші курсым мен үшін қиын болды, сабақ. Мүлдем жігіт деген нәрсені ойлаған жоқпын. Только сабақ. Екі курста уже үйренесің ғой. Жан-жағыма қарап бастадым, бір андай бір жігітпен әңгіме айту керек болды, өзіме бір араласу сияқты болды. Жизнь дейма, сондай болып кетті. Кадан бір күні привет, как дела деп жазып кетті. Бір жаңағы жігітім ғой, күйеуім, қазіргі күйеуім. Ашып қарайым, сары жігіт. Ой, өзінше как дела деп қояды ғой. Сонымен, ой, қош, жоқтан бар ғой деп. Ханым, жақын отырсыз дейді, сәл алыста отырсаңыз дейді. Жоқтан бар ғой, как раз актіне жасағанға болады ғой, да деп, енді жаңағы алыстан сөйлесіп танысқанға қарсы едім өз басым. Жаған алыстан не істеп отқанын білмейсің, қасында жүрмесе жүрудің керегі жоқ деп ойлайтынмын. Содан енді сообщениеға жақсы ғой деп өзімде мән бермедім негізі. Көзің көрінбей қалды дейді, Жанар, сенің мазаңды алдыға барып дедің. Иә, осылай дұрыс. Мен мына жерде көрініп тұрған сияқты. Маған да солай сияқты, бірақ ана оқырмандар айтып жатыр, мінекей көрінбей, көз көрінбей тұр деп жазып жатыр ғой. Содан жаңағыдай сөйлесіп кеттік, сөйлесіп жүре бергенде мінезі жақсы, бауырмал, ұнай бастады. Оқыған Петропавлда оқиды, мен Алматыда оқиды. Сонымен ТК-да түрімізді көрмей сөйлесіп жүре беріп, бауыр басып қалды. Сонымен телефонмен, связьбен жылына бір рет көреміз. Маған қыздар айтады, подругаларым. Ой, Жанар, ол не істеп жүрген білмейсің, қандай қызбен жүр, сен соған сеніп жүрсің ба? Сосын сені алады, сенесің ба дегенде ше. Менің ештеңем кетіп жатқан жоқ. Мен әйтеуір түзу жолда кетіп жатырмын, сабағымды оқып жатырмын. 4-ші курс бітірмеймін, мама папам күйеуге бермейді. Көре жатармын, бітіре берейінші, отырып қалмайын ғой деп. Енді жігітім де жаңағы менің оқып бітіргенімді күтті, Атырауда жұмыс істеді. Сонымен тұрмыс құрасап, оқуымды бітіріп, тұрмыс құрып, Атырауға қой, Атырауда 2 жыл тұрып, Атыраудың халқын көріп, жалпы батысқа үйреніп қалдым. Үйреніп қалдың ба? Қанша уақыт болды тұрғандарыңыз? Жалпы Атырауда 2 жыл, Ақтауда 1,5 жыл ғой. Ол жақтың сөйлеу мәнері басқаша, кішкене мынау бұзықтау халқы. Енді біз жақтікі мысалы Тараз, Шымкент жақта біз ол кісілерді грубить етіп тұр деп ойлаймыз да. На самом деле ол кісілер кәдімгі өздерінің араласу тілі сондай да. Ол ешкім саған жаңағыдай грубо сөйлеп тұрған жоқ, на самом деле сөйлегендері сондай. Соған қалай қарайсың, қалай үйрендіңдер? Әлде білдің ба сен ол кісілерді солай сөйлейтін? Мен шынын айтсам, студент кезде батыстың қыздары болатын, общежитиеде жатамыз ғой. Как раз ана этажымыздың старостасы Гүлзат деген қыз болатын. Гүлзат, Незат деп мазақтайтынбыз. Зат деп сөйлейді ғой. Иә. Зат деп жүріп мазақтайтынбыз. 3 жасам түсіме кіргенде Атырауға қалатынымды Сонымен жұмысқа тұрдым, оқуды бітірдім, қолымда диплом, мамандық бойынша тұрдым, маған ей, шықсай деп сөйлейді ана жерде. Үлкен кісі жекіріп сөйлейді, жекірген есептеледі ғой, ей дегенше. Иә. Қамыстанып қалам, бар. Содан неге маған жекіресіз қоям ол кісіге. Жекіріп атқан айқайлап сөйлейді да. Бар деймін ғой. Әлде деп жылап та алатын, арасында жылап алып жүргенде үйреніп кеттім, соңында өздеріне әй деп отыра беретін болды ғой.
енді иә, деген бар. бірақ именно Атырау батыста, именно бірақ батыста анандай қазақтың ұлттық мынау нелерін көп сақтайды, иә. Өзі киімдері, ұлттық киімдер көп киеді. Мынау камзолдарды, мынау сырғаларын әдемілеп тағып, үйінде де сөйтіп жүреді, иә, негізі. Жақсы ұстанады, иә. Даусыңыз үзіліп жүріп естіліп жатыр дейді. Иә, сіздің даусыңыз үзіліп естіліп жатыр, маған да солай. Неден болды екен? Жанар дауысы үзіліп. Иә, үзіліп естіліп жатыр дейді, иә. Қазір енді енеңнен бөлек тұрасың ғой енді, Жанар, иә? Иә, мен тұрмыс құра салып, осы Атырауға бөлек шығып кеттім. Ал енді келін ененің топырағынан деген осы бізде қазақта сөз бар ғой. Соған сайма сайсың ба негізі? Енеңмен сәл ұқсастық жерлерің бар ма? Болады ғой, мінезіне қарап, әй, осы енеме сәл тартады екен бір жерім деп ойлап қаласың ғой. Сондай моменттер болды ма? Иә, жалпы мен енеме ұқсаймын. Өйткені мен мамаммен мінезіміз қарама-қарсы. Кәдімгі мама көбінде өзге келіспей қаламыз, жаңағы ойымыз бір жерден шықпай қалады. Мамаммен сіңлім ойы бір. Осы не қылғанда енем ойымыз бір болып шықты ғой. Мен енем соны ойлап тұрады. Екеуміз бірдей ойлаймыз. Даже жаңағыдай осы блогерлікті бастаған кезде мен мамамнан гөрі жақсы алып кет дегіздіріп тұрып, күйеу не бар, отыр үйде деп енді қарсы болды ғой. Эфирға шығып көрсеткеніңе мәз боласың ба дегенде. Сол кезін енеме шықтым мен. Инстаграм қолдау енеңнен болды, иә? Иә, қолдау, всегда қолдау енем. Не осылай жасайын деп жатырмын десем, сразу уже алып кетеді ғой. Осылай деп қолдаймын, алсаш. Ауылға отпускіге барсақ та, Жанар мынаны түсіріп алсай, Жанар мынаны салып алсай. Сөйтіп тұрады. Анау ортада келін болған соң соттап жүруге қысыласың ғой. Келіп жүр деп айтама деп ұяласың ғой. Сондай кезде тақырып алып, Жанар блогыңа болады, жаңағы контентпен деп жатамыз ғой, соңға керек болады, салып ал деп енем қолдайды. Ол жағынан өзім ризамын ол жағынан. Ой, қандай тамаша, күшті. Иә, күшті екен. Енді қазір жолдасың қазір қарсы емес па, енді блогты бастап, уже жүріп, ақша тауып, көргеннен кейін соның бәріне риза болып, қазір қолпаштап отыратын шығар. Иә, қазір қолдайды, иә, бастай. Сол енемнің арқасында, мамам айтып жатыр, көзе бер деді, мамам рұқсат беріп тұрып, қарсы шыққасың ғой, қаруың ғой. Жоқ, ер кісінің енді жолдасыңның анасы қолдаған уақытта, ол да енді анасына құлақ асады ғой, өзінің анасы болғаннан кейін, иә. Сен күшті подход жасағасың ғой негізі. Через маму. Күшті подход негізі. Күйеуіме сөзім өтпегенде, сөйтіп енеме айтам, мама айтыңызшы деп тұрып, мамам айтты, сразу не қылып, ей, сен бала деп тұр. Ой, күшті ғой. Енеңмен күшті, сонда енеңмен күшті құрбы болдың ғой енді, сырлас болдың ғой. Сырласамыз, кәдімгі мақтарылып кейде. Мақтарылып кететіндеріміз болады, ауылға отпускіміз жайында қалып, әңгіме айтып. Ой, қандай күшті. Тұрмысқа шыққаныңа неше жыл болды? Осы 3,5 жыл. Ой, 3,5 жылда қалай сіңісіп кеттің, иә, өзіңнің мінезің ерке болса да, енеңнің тілін тауып, жолын тауып, енеге деген қандай керемет. Ол енді бірнеше жыл аса келе, вообще керемет, самый күшті келін атанасың ғой сен енді, Құдай қаласа. Мен ойлаймын, сол енеммен мінезім ұқсас, ашық болғаннан кейін, тез қандай әңгімеге сіңісіп кетті деп ойлаймын мен. Иә, аңқылдап, жарқылдап тұрғаннан кейін. Ашықты да ол кісі де жаңағыдай. Дегісін айтып отыра береді, мен де сондаймын. Ашса болды, ашылып қойып кетіп берем, әңгімемді жіберіп қойып. Енді қазір карантинге байланысты тойлар болып жатқан жоқ, иә, жас жұбайларда. Сендерде той болды ма? Иә, болды. Бізде
жаңағы Шымкентте енді дүркіретіп той жасаған шығарсыңдар. дүркіретіп күйеуім бірінші баласы, бірінші ата әжесінің баласы деген тема болады ғой. Сонымен барын төгіп жасап берген бізге. Иә, енді тойдың болғанынан боладысы қызық деп, дайындықта қандай қызықтар болды, болмасқа қиындықтар болды, бір есте қалатындай болады ғой, вот мынандай момент болды деген, сондай моментті айта аласың ба? Менде есте қалғаным, только мен өзіме қараймын да, ақ көйлек киюге қорқаппын. Ақ көйлекті мүлдем таңдамаппын да, соған таңғаламын. Кейінгі жаңағы киімділер ақ көйлек таңдадым, ой маған не деген кезде ойланып қалдым да, мен вообще таңдамадым ғой, неге? Таңдаған жоқ, мен болған жоқ. Ата-анамның жаңағы құдағи болып көз қағысады дейді ғой, сол төрде шығып, сол көру қуаныш болды да маған. Бар ойым сол болды. Атырауда біз жұмыс істедік, күйеуім екеуміз. Мен жұмысымнан сұрап 2 аптаға сұранып келдім. Уже енемде барлық той біз екеуміз бардық та, бір 2 көйлектің 1 көйлегін салдым, жалпы. Сол ғана есімде қалыпты. Иә. Ал енді осы босанған уақытында қазір қанша балаң бар? Бөпелерің бар ма? Бір бар, 1,5 жасар. 1,5 жасар. Енді сол балаңды босанған уақыттағы қызықтар мен қиындықтар болды ма? Мысалға, роды қиын болды ма, әлде жеңіл болды ма, бала жетіліп туды ма деген секілді. Мен негізі жаңағыдай көтерген уақытыңда жолдасыңа айтқан уақыт деген қызықты жерлері болса. Енді біз деген көтеріп, күтіп көтеріп өзім. Жұмысқа кірдім, жұмыс жүргіздім, сонымен бір жылдан аса күтіп жаңағыдай көтердім. Ол біз үшін бір күшті мереке болды десең. Қуаныш болады әрине, иә. Қуаныш болды. Мен жұмысым андай әр апта сайын выставка дайын саласы болды ғой. Сондай болғаннан кейін маған нагрузка кезінде жаңағы өзім білген кезде заявление жазып жұмыстан шығып кеттім. Сонда декретке шықпадың ғой, жұмыстан шығып кеттің сразу, иә? Күйеуім айтты, өзіңді қинама деді, маған да сол керек болған. Алдым, ручка қағазымды алдым да заявление жаздым да шығып кеттім. Үйде жатып, сол ойладым, мен үйде жатып кино демаламын деп ойладым. Сол жақта кино көріп, тамақ не жеп қойғаныңды білмей қалады екенсің. Жалғыз үйде отырған адам ешкім бұзылады екен да. Содан менде ерте жаңа бала өсер жастан ерте толу болды менде. Ойыма ерте толып алдым да, жаңа бала өскенде қысып пайда ғой. Даусың қайтадан үзіліп естіліп жатыр, Жанар. Енді үзіліп естіліп жатыр да. Енді жақсы болып тұр енді. Содан 40 килограмм салмақ қостым почти. Өзіңе ауыр болған жоқ па? Ауыр болды ғой, сол кәдімгідей мынау деген көз деген жын қалып, көзім деген өзімді біл. Енді после родов жаңа. Ол еще ісігінде бар шығар, ісікте болады ғой. Болды, бүйректі қысып қалған ғой, ерте жас не бала өсіп жатып, толу болғаннан кейін бүйректі қысады екен. Содан жаңа бүйрек кетті ғой. Енді қалмақта болды. Таяқ болды. Жаңағы ремонста нан көп нәрсе жемеу керек. Ондаған жоқпын. Өзім жан рахаты дейма, соны жаңағы балаға витамин болсын деген сияқты нанды көп қойдым. Ал енді қатты күйзеліс, после родов қатты күйзеліс қалдым.
ауылға кетіп 4 айдай жүрдім. Балам Көзі көрінбей қалды Жанар. Былай болып қалды қайта. Аха. енді Иә, дұрыс. Аха. мүмкін бүйтеді. Танысып жатырсыңдар ма дейді. Жоқ, таныстық емес. Менің парақшамда осылай блогер ханымдармен сырласу өткіземіз. Өмірі жайлы. Сіздерде енді көп сұрақтар болады ғой оқырмандарда. Сондықтан сол оқырмандардың бір жартылай сұрағына жауап аламыз. Яғни сырласу бағдарламасы біздің блогер ханымдар көбінесе өзінің өткен өмірі жайлы айта алмайды. Тікелей эфир қосып қойып айта алмайды. Тек ойын ойнатады, тикток түсіреді, жаңа вайн түсіреді. Бірақ сіздер ол кісілердің өмірлері жайлы білмейсіздер ғой. Біздің бағдарламаның мақсаты сол, сіздерге өздеріңізді сүйіп оқитын блогерларыңыздың өмірлерінен сәл-сәл үзінді сіздер басқа қырынан танисыздар. Мысалға, бүгінгі біздің кезекті қонағымыз Жанар ханым. Жанар ханымның басқа қырынан танисыздар. Яғни Жанар ханымның басынан не өтті, қандай қызықтар өтті, қандай қиыншылықтар өтті. Сол кісінің өмірі жайлы кішкене толығырақ білетін боласыздар, оқырмандар. Қайта-қайта сұрап жатыр ғой мына жақта. Жәндері қалмай. Бала көп балалы болуды нәсіп етсін дейді. Аумин, рахмет. Көрінбей тұрмын ба? Көрінбей тұр. Жан ракурсты ары қойсам. Бізді естіп тұрсыз ба? Үзіп кетті. Құрметті оқырмандар, жаза отырсаңыздар, Жанар ханым жүріп жатыр ма? Бүйтіп қояйын ба жоқ? Көрінгенде дауысы қатып қалды, иә? Сондай болып тұр ма, әлде менде ғана солай ма? Оқырмандар жаза кетіңіздер. Тұрмышы. Не жазды? Түсінбей қалдым. Жанар ханым. Қайта өшіріп, қайта қосалық болмаса себебі қатып тұр. Жанар ханымды қайта қосайық. Бізде бүгін қонақта Жанар ханым. Ал Жанар, мінеки енді керемет болып тұрсың. Дәл осылай өзгертпей қойып қой камераңды. Аха, күшті болып тұр осылай. Болды. Аха. Ары қарай. Көсе әр адамның ішінде бір сыры бар екені рас. Әрине, сондықтан да сол сырмен бөлісіп жатырсыздармен. Аха. Содан после род депрессия қатты болды. Ол депрессиядан қалай шықтың енді? Мен осы қаттыма қызым. Енді сол болады, кішкентай бала болған. Мама. Ал ана жаққа баршы. Болды. Құрметті қонақтар, сұрақтарыңыз болса қоя отырыңыздар. Блогер болу қиын ба дейді. Блогерлықтың да өзі қызықтары бар, өзінің қиындықтары бар. Әрине, ол да жұмыс қой. Ол да оңай емес. Я, елдер көбісі ойлайды, ой, блогер болу қиын ба сол да деп. Иә. Ол да жұмыс, ол да тірлік. Осындай болып тұрады, өйткені менің күйеуім всегда командировкада болады. Осылай прямойға шығатын кездер болады. Ойын ойнататын кездер болып қалады. Енді амал мен түсінерсіздер деп ойлаймын. Баланы алдыңызға алып отырыңыз деп мына жақта кеңес беріп жатыр оқырмандарым. Қандай тамаша. Түсініп жатыр, иә. Ақкөңіл, ашық, жақсылықты көп жасады біздің отбасымызға дейді. Ой, қандай тамаша, блогер болу оңай емес, иә. Тамаша тілектер жазылып жатыр, оқырмандарым күшті екен, Жанар. Иә. Содан бұл депрессияға түсіп қалдым. Осы қызымды өсіргенше ауылда тұрып, одан кейін ауылда тұрып, Ақтауға керек сразу бір нәрсені қолға алу керектігімді, үйде отырмау керектігімді, үйде отырып
бір нәрсемен айналысу керектігімді түсіндім да. Осы ең оңай тәсілі осы Инстаграм мен блог жүргізу. Бұнымен мен өзімді тәрбиелеймін, жаңағы күнде сырласқандай ғой адаммен. Жаңағы толып кетпейін деген сияқты ойлап, мен толып жатырмын, өзіме әрекет болады, жан-жағың түсіретін кейін жинайсың деген сияқты тап қоймайсың да, заманның ағымын. Осылай өзімді алып жүремін. Екінші рет жаңағыдай толғаным өзіме жаңағы сабақ болсын деген сияқты осындай мақсатта бастаған. Сөйтіп депрессияда жеңдің, иә, солайынан? Осылай қырып ақша тапамын деп жаңағыдай ондай мақсатта кірген жоқ да, жаңағы мен экранмен адаммен сырласуым керек деген мақсат. Даму керекпін, иә, жоғары көтерілуім керекпін деген ой болды, иә, ең басты. Ойда немен бастаған болатынмын. Жақсының жақсылығын айт, нұры тасысын, иә, дейді ғой Жанар ханым, блогерлікке келуіме өз септігін тигізген ханым дейді. Сен сонда мастер-класстар өткіздің бе? Мына жақта саған деген көп алғыстар айтылып жатыр. Мен осы жаңағы 20-шы жылдың январ айында, қаңтар айында бастадым. Өзім блогым бастаған кезде SMM маман үйрену бастадым уже. Оқып алдың, иә? Оқып алдым, уже 2 маманнан оқыған, біреуге үйретсем ойладым. Содан жаңағы блогерге реклама беріп дегенде шамалы бағамды арттырып, сөйтіп біреуді оқытқаннан кейін түсінеді саған не жетіспей тұрған. Содан кейін тағы да курстарға қатысып бастадым. Өзімді қосымша курстармен жаңағыдай дамыта бастадым. Шыңдала бердің, иә? Шыңдала бердің. Шыңдала уже болды, мен осыған жеттім. Бір рет оқытып көрдім, енді барлығын оқыттым. Мен дайынмын деген кезде осы 1 ай көлемінде шығар курс ашып, осы қыздарды алып оқытып, өзім ғана көтеріле берем ба, жан-жағыма қыздар жинайын деп курс ашқан болатынмын. Жүзінен нұр төгілген, аузын ашса жүрек көрінетін блогер ханым ғой дейді. Даусыңыз естілмей тұр дейді. Ашық жарқын екені Жанардың өзінен ақ байқалып тұр, көрініп тұр. Ашық жарқын, өз қалпында болғаннан кейін блогер болып, адамдарды жарқын тартқан мінезі де сол болып тұр ғой, иә, Жанар? Сол болар. Ал енді негізі осы жолдасың қазір енді қызғанбайды ма сені? Парақшаңнан бір ер кісілер лайк қойған болып жатса, көреді ма ол кісі сені, қадағалайды ма парақшаңды? Жоқ, мен қадағаламайды. Күйеуім мүлдем қарамайды соткыма, телефонымды ақтармайды. Жалпы өзім де ақтармаймын ол кісіні. Тексермеймін, жалпы ондайды қаламаймын. Сенім бар дейсің ғой, сенеміз. Сенім бар, оның үстіне жаңағыдай күйеуді ақтарып тексерудің қажет жоқ. Оны бір рет жанжал аштың ба, сен кетіп қалмайсың, жаңағы есікті жауып, тас жауып кетпейсің. Одан да бетің ашылмай, жанжал шығармай, тыныш қана жерді қысып отыр дейді. Сөйткен дұрыс. Мен ойлаймын, еркекпен ұрсып, уже кетпейтініңді білдірдің ба? Қайда кете алмайтыныңды білдірдің ба? Уже сен сыйың кетеді деген сөз. Сен уже онымен бір рет ұрыстың, екінші рет ол саған жүрек сөз сөйлейді, қайталайды, ұрсады, бәрібір қайда барасың деген ұғым қалыптасады ода. Ондай нәрсені жаңағы ойына түсіргізбей ақ, тыныш қана жанжал бастамай. Одан кейін жүреміз ғой, бізді жақсы көрмей, сен жақсы көрмей қалғансың деп мен жейміз, иә? Одан да тыныш қана жүрген дұрыс. Бәлем бәрін өзіміз бастап аламыз да, иә? Сол. Тыныш жүрген жақсы деймін ғой, бетім ашылмай. Одан да жақсы болып, бір-біріміз жақсы көрген жақсы дейсің ғой. Енді 2 жыл, 3 жылдан кейін махаббат өтіп кетеді, махаббат болмайды дегенге сенесің ба? Әлде ол әшейін миф, өтірік нәрсе ма? Өтірік нәрсе деп ойлаймын. Мен жалпы махаббат, күйдім, сүйдім деген нәрсені түсінбеймін жалпы. Күйдім, ойбай, анау студент кезде әсіресе қыздар болатын. Кет қыздар қыдырайық та, анда барайық, мында барайық десе, жігітім жібермейді, шыға алмайын десе, мен жығым келетін. Сен жігітің күйеуің ба деп? Байың ба деп па?
ертең көреміз сен осы жігітке үйленгеніңді, не болды сонша айтқанынан шыға алмай деп айтатын. Содан өзім осы күйеуім айтатын, мен жігітке бағынбаймын, мен күйеуіме бағынамын деген принцип қоятын өзіме. Сол махаббат, күйдім, сүйдім дегенге онша не қылмайтын. Ондай емес, мен деп сыйластық. Бауыр басу деген болады ғой, соны құрметтеймін көбінде. Енді махаббаттың өзі де сол ғой, сыйластық қой, ең басты сыйластық болса, ол махаббат жастың буы, жас кездегі ондай махаббат, тауық махаббат ғой оны енді. Содан да кейін болар, мен осы жігітіме үйленер кезде түрінен қарағанда жаңа мінезіне мән берген болатын. Телефон арқылы сөйлесіп үйленгенімнің несі де осы шығар деп ойлаймын. Түріне қарайтын болсам, жаңағы телефонмен танысып, үйтіп жүріп, жаңағы үйленбес едім деп ойлаймын, өзім тұрмыс құрмас едім деп ойлаймын да. Жолдасыңды аңқылдап қалған сондай кісі ма, әлде тұйық па? Жолдасым жалпы өзі араласқан ортасында ғана әзіл айтады. Ал былай маған танымаған ортаға мен сияқты жаңағы сөйлеп кетпейді. Былай қатал кісі, былай ашық емес жаңағыдай. Мен оның қасында қайда жүрегім жұмсақ. Әрине, Алла тағала өзі сай қылып қосады ғой, бір момындаумен бір шустрылауды. Жаңағы енем айтады ғой, мен осы балама қандай не жолғар екен, қыз жолғар екен деп қатты уайымдағанмын деп. Қатал кісі да былай. Көп нәрсені жақтыра бермейді деген сияқты. Ал былай ақшаға неге келгенде қол ашық та, просто мінезі қатал. Енді ер кісі болғаннан солай болғанда дұрыс қой. Ал қазір балама сен қазір балаңа қатал анасың ба, әлде жұмсақсың ба негізі? Жолдасың қалай? Менің жолдасым қызымды менен қатты жақсы көреді десем болады, себебі қызым жыласа мен ұрсады. Мен айтам, менің де қызым ғой, мен де қараймын ғой, мен де анасымын, сен әкесің. Сөйтіп не қылып қаламыз кейде, сөзге келісіп қалатынымыз бар. Менің де жаным ашиды деп. Әрине, бірақ қызым мен ұрысқанда елемейді. Соған қарағанда мен жұмсақпын ғой деп ойлаймын, қызыма жұмсақпын. Ал әкесі еркелетіп жақсы көрсе де, әкесі ей десе ұрып қоя салады. Қандай тамаша, солай болу қажет қой енді. Солай болу керек па, білмеймін, әйтеуір мен ұрыссам елемейді. Ертең әкеңе айтам деп қорқытасың деп болды. Сол балдарым бәрін сөйтіп қорқытатын сияқтымын, әкеңе айтам. Басқа жоқ болады енді. Ал енді негізі осы блогты бастаған кезде ең басында бірінші сторис түсірген уақытта, бірінші видеоларын салған уақытта қобалжу болды ма? Мысалға жаңағы өшіріп тастап, қайттан түсіріп, өшіріп тастап деген сияқты сондайлар көп болды ма? Әлде сразу бастадым жүріп кетті ма? Мен жалпы студент кезінде көп фотоға түсетін, фотогеничная дейді ғой, сондай болған. Қайда барсам фотоны түсіріп жүргеннен кейін маған онша не болған жоқ. Мен осы блогер болатынымды білмеген кезде өзімнің бір постым бар менің. Жаңағы ақша табу үшін ұятсыз болу керек. Солай жазған өзім. Ақтауды көрсетейін ба сіздерге, Ақтаудың тау тастарын көрсетейін, қанша ақша бересіздер деген сияқты өзім прикол қылып, әзіл қылып, блогерлерді типа мазақтап менің жазған өзім постым бар. Қазір соны оқысам күлемін өзім. Солай ішімдегін, үйде отырғанның әсері болар, ішімдегін жазып жүріп, осылай мазақ етіп жазып жүріп, соңында блог жүргізіп кеткен жайым бар. Енді көмек сұрайтындар көп па? Дайректке көп келеді ма хаттар? Көмек сұрап, әлде жақсылық деп, болмаса негатив жазса, сол негативпен қалай сен жауап қайтарасың ба? Әлде бір заңды түрде қудалайтын бір жол іздедің ба? Негатив былай жалпы көп келмейді. Кейде жаңағы менің видеом енді салмақты көп
барлығы салып жатқан видеоны саламын ғой, бірақ соның өзінде сәл негатив жазса, жай ғана өшіріп тастаймын. Мүлдем ответ қайтармаймын, жай ғана өшіріп тастай саламын. Ол қайталап жазса жазар, жазбаса қояды. Ал көмек сұраған кез болады. Аласың ба сондай жазуларды ойланып? Жоқ, алмаймын, бірақ болады сәл іште неге жазды екен, сондаймын ба деген сәл ой өзімде болады, не болсыншы деп. Бірақ депрессияға түсіп, уайымға түсіп. Жоқ, ондай болмайды. Ой, сен бірінші мені танып алсай деп қоямын. Айта берсін деп, иә, сөйтіп жай ғана өшіре салайыншы, мынаған сөзімді зая қылмайын деп өшіріп тастай саламын. Иә, дұрыс қой, молодец, жарайсың, олай дұрыс. Енді ше, ертең күні, иә, мән бермеу керек негізі дейді. Иә, мән берсең, мына өмірде өмір сүрмей ақ қоясың ғой, өшім. Иә. Содан тиктоктарыңыз ұнайды дейді. Тикток көп түсіресің бе? Тиктокта уже жақында 10.000 боламын. Оқырмандарым тиктокқа жаңағы арнайы, негізі мен сториста крик души деген бар, мен жалпы өзім ат қойып алғам, 9-10 бөлім деп. Өзімнің басымнан өткендерімді айтып отырам. Шын эмоциямен жаңа сырласам дедім ғой, экранның ар жағындағы адамға өзіндегі болған жағдайларды айтып отырам, осы қолым бос кезде. Көбісі содан таниды мені, крик души деп жатады маған. Оны тиктокқа да сериалың бар ғой. Тиктокқа да салам, сол тиктокта қызық жаңағы жалғасын салыңызшы, не болды деп айтып сұрап жатады. Содан 10.000 оқырман жинап алғам. Атыңыз қандай дейді? Жанар Актаева, Жанар нижний пробел Актаева, иә? Қазір. Иә, Жанар Актаева. Жолдасыңның фамилиясына өттің ба? Жоқ, өткен жоқпын. Өйткені жаңағы шариғатта бар ғой, қыз баласы атасының атын тегін шығару керек деген. Да? Иә, күйеуінің несіне, фамилиясына өту міндетті емес. Енді қыз баласы бір үйдің отын түтеткенмен өз ата тегін ұмытпау керек. Сол үшін мен қарсымын жалпы ондайға, бірақ күйеуім жағынан өтесің деген ондай ұсыныста болған жоқ. Қандай күшті. Мен өзімдікін уговаривать ете алмай қойғам, өтіп қойдым, в общем, сатқын болдым. Негізі қандай киім образдарын ұнатасың өзің? Қандай киімдерді ұнатасың? Қазір тұрмысқа шыққаннан кейін басынан спортивный шығар. Әлде? Жоқ, спортивный. Мен стилімді көп өзгерттім, бірақ маған бұрындары оверсайз дегендерді қатты ұнататын, бірақ қазір наоборот көзім оған сәл басқаша, өйткені жаңа сәл томпақ болғаннан кейін оверсайз вообще томпақ көрсетіп жібереді. Иә, сәл жинақы көрсететін киімдер жақсы лучше деп сондай стильге өтіп жатым. Көйлек ұнатасың ба, әлде шалбарға жақынсың ба? Көйлек шалбарды араластыра берем, бірақ спортивный мен классиканы үйлестірген жақсы көрем жалпы өзім. Спортивка болса басында орамалымды тағып деген сияқты, солай өзім үйлестіріп кете берем. Орамал тастамайсың ғой демейде? Жалпы орамал тағам, мына бандамка жақсы болды, қазір тренд деп тастамайсың, жалпы шаштарымен тоқып, не істеп тұрған ұнамайды. Әсіресе тамақ жасаған кезде тағып, жинап алып. Шашың ұзын ба? Иә, шашым ұзын. Жалпы мынандай қазір емізулі болғаннан кейін түсет оның үстіне. Енді қию ойда бар ма? Ой, осы шашынардай қиыстамасам деген ойда жоқ па? Ондай дұқшыт дейтін шығар. Күйеуім қарсыға. Иә, күйеулер негізі шашты қиғанға қарсы болады, әрине. Иә. Мынандай жағдай болды ма? Үйде интернетте көп отырып қойғаныңды байқамай үйдің тірлігі қалып сол күйінде. Ал сен әлі интернетте отырсың. Ондай жағдай болды ма? Ондай жағдайлар болды, иә, әрине. Кейде қуанам, бөлек тұратынымызға. Енем қуып жіберетін бет деп қой. Инстаграмның басында қалсын. Иә, бөлек тұрғандың ол жағында бір плюсы бар дейсің ғой. Қолдамай аяқта қойдым, айналайын қоя салшы жүрдім.
сөйтетін бітті. Басыма бәле болды ғой мынау интернетің деп қой, Иә. Сол мен күйеуім командировкамен көп жүретін кісі болғаннан кейін, ана везет деймін ба? Әйтпесе күйеуім бар кезде де былай телефонмен көп кіріп жүре алмай, ондайға қатал. Иә, ер кісілер ондайға көп. Иә, содан шүкір деп қоямын арасында. Папа әлде үйіңізді қимай дейді. Тұрмысқа шыққанда қандай сезімде болдыңыз деп жатыр. Тұрмысқа шыққан мен ұзатылдым. Ұзатылғанға дейін жаңағы той кезінде де тым әсер болған жоқ. Мына кетіп баратқан кезде бір жаман чувство болды. Бір енді қыз кезіңдегідей еркелік дегендей болмайды ғой. Сол бір жай ғана сәт болды, онда да қатты байқалған жоқ, бірақ уже тұрмысқа шығып Атырауға кетіп қалдық қой біз. Содан қайтып келгеннен кейін уже өз үйіңде емес екен сезінген кезде қатты тиген маған. Өз үйіме қонақ болып қалғаным қатты тиген. Бұл үйіме тек қонақ болып барамын, осы үйге сіңу керекпін деген уже ой болды ғой, иә? Иә. Бірақ енді жолдасың мысалға болады ғой, үйіңді сағынып, ондай уақытта жолдасыңа айтып, жылап алу деген ондай болған жоқ па? Сіңіп кеттің ғой? Жоқ, мен ондай жаңағы Алматыда студент болып жүрдім. Оның үстіне мектеп кезде де таусамалы, лагерь дегендерге көп шығып жүргеннен кейін үйден ондай особо қатты байқалған жоқ маған. Мынау енді блогерлардың арасында сүйіп оқитын, осы азанмен тұрып соны ғана қарайтын, не істеп жатыр екен, бүгін не істеді екен деген сондай блогер бар ма өзің сүйіп оқитын прям вот? Самый первый, сен үшін ең бірінші. Қатты үйтіп іздемейді екен негізі жалпы. Блогерлер мен қараймын, жаңа өзіме қажет жерін мотивация бере алатындай, біреуге үлгі бола алатындай блогерлерді іздеймін көбінде. Сол блогерлер не істеп жатыр екен деп сәл қарап қоятын бар. Былай фанат дейді ғой, ондай нем жоқ. Ал енді бірақ сол ұнатып қарап жүргендердің арасында бір ұнамсыз қылық жасап, бір тиктоктың болмайтын нәрсесін түсірген жағдайлар болды ма? Бір қарадында Құдай-ау, мынаны қалай түсіріп жатыр, ұялмай ма деген сияқты ойлар болды ма, сондай ойлар? Иә, болады. Кейде осы блогер жақсы, осыдан үлгі алу керек деп жүрген кезімде бірдеңе жаңағы жай рекламаның өзін дұрыс шығармаса, жаңағыдай халыққа пайдасы жоқ, ақша үшін жасай салса, мен қатты ренжимін ол блогерден. Содан кейін оның парақшасын да ашпаймын дегендей. Солай қатты қалып қалады, иә? Жалпы өзім реклама алған кезде де сондайға қатты мән берем, өйткені маған керек емес, жаңағы Жанар Ақтаевадан алып едім, зиян не екен, ол әшейін реклама жасай салады екен деген сөз керек емес. Соңында осы Инстаграм арқылы дамиым, өсем деп отырғаннан кейін маған жақсы атақ керек, халықтың сенімі керек бірінші орында. Жаңағы берген рекламасы бір күндік қой, енді ол ақшасын жеп те қоясың, ал сенімді қайтара алмайсың қайтып. Иә. Сол ең бастысы. Қасықтап жиған әдейерін шелектеп. Иә. Зиян жаңағы азуға, бірдеңеге дәрілер, реклама жасайсыз ба деп жазса, ашпаймын, жауап та қайтармай қоя салам. Ал енді анандай нелерше, қазір енді пирамидалар көп қой, неше түрлі ақша табу, ставки деген сияқты, ондайға жасап көрдің ба жарнама? Жоқ, ондайға жасаған жоқпын. Мен жалпы не істеймін, жаңағы онлайн табыс дегендер бар ғой, олар енді айналып тұрған бизнес, оның ешкімді алдап кетпейді, қолына бонус курстарын алады, одан тіркелген дұрыс деп реклама жасай беремін, өйткені ол адаммен сөйлесіп үйренеді. Үйде отырған келіншек біреуге өз затын сатып, вообще ортаға түсіп келіншектермен сөйлесіп үйренеді да, сол үшін мен ондайға қарсы емеспін, жаңағы реклама жасай беремін. Құр отқанша әйтеуір біреумен сөйлессін да деп. Иә,
дамысын да деп, иә, ол да дамысын да деп сәл арыласын, сонда ашылады, ол да қызығады, Инстаграм, интернетке қызығып бастайды деп. Сондай оймен не қыламын. Ал жалпы андай басқа нелер болса, сұрап, анықтап не істеп аламын. Зиян емес па, тағы ертеңгі күнім не болып шықпай ма деген сияқты. Блогер болғаннан бері сізбен көшеде суретке түсетін бе еді дейді танып. Ондай жағдайлар болған жоқ, шынын айтсам. Көшеде суретке түсетіндей. Құдай қаласа алдыңғы уақытта болсын деп тілейміз, иә. Иә, Құдай Ал қаласа. енді жаңадан келіндер, мысалға блогермен де бастағым келеді деген келіндерге ең маңызды үш кеңес беріп кетсең, қандай кеңес берер едің? Ең алдымен осы енесімен күйеуінің алдынан өтсе екен деймін. Енесімен күйеуі қолдап тұрса, жаңа қайын жұрты қолдап тұрса, самый главный. Уже оның жолы ашық болады деп ойлаймын. Әрине. Кез келген жерден. Сосын енді мен блогер екенмін деп жаңа айтқандай, ақша табу мақсат деген болмау керек. Алдымен сенім болу керек. Халықтың сенімі, саған қарап отырған оқырманның сенімі, оған кіру керек деп ойлаймын. Одан кейін енді мен жұмыс жасап жатырмын деп өздігінен кетіп, эфирде отырғанын ұмытып қалатындар бар, жалпы қарап отырсаң. Бренд деп келін екенін ұмытып қалатын. Сондай кезде сәл ойланыңқырап, жазғанын да түсіргенін де ойланса екен деп ойлаймын. Иә, қазақтарда ұят болады деген сөз бар ғой, соның арқасында танысаң да танымай кетіп қаласың. Қалай болды сонда? Түсінбедім. Жас кезіңде ашық киімдер киіп көріп пе едің? Мектеп уақытында болсын, ашық киімдер, арқасы ашық, алды ашық, қысқа деген секілді. Қысқа мүлдем кимеген, бірақ арқасы ашықтау нелер киген енді жас студент кезде. Қазір енді ондай жоқ қой. Иә, қазір ондай жоқ қой. Кием десең де кие алмайсың. Ең басты сырласың, бір құрбыларың бар ма өзіңе жақын? Бір сырыңды сен тапсыратын, болмаса тек жолдасыңмен сырласасың ба? Сырымда сеніп айтатын мен жалпы ондай көбіне ашыла бермеймін. Сырымда көбіне айта бермеймін. Ал былай ашылып әңгіме айтқан кезде ортақ әңгімелерді айта беремін. Жалпы сырласпаймын ешкіммен. Ал енді саған хабарласып, осындай бір проблема болып тұр, не істесем болады, болмаса жағы күйеуімен ұрысып қалған, жігітмен ұрысып қалған қыздар хабарласып жатса, сен қандай кеңес беріп жұбатасың? От жағасың ба, әлде басу айтасың ба деген секілді? Мен көбінде сабырға шақырам. Сабырға шақырам, ондай көп жағдайлар болды. Студент кезде де болды, өз құрбыма жаңағы жігіттің жақсы жігіт емес сияқты, тастай сал осы жерден деген сияқты өзім айтқан болатынмын. Құрбым маған ренжіп, жаңағыдай, сол мен оған ренжігенмін. Бір жігіт үшін маған әңгіме айттың ба, қасыңда бірге жүрген құрбыңа жақсы жігіт болса жақсы жігіт деймін ғой, мен көргенімді айтып жатырмын деген сияқты. Жалпы маған солай сырын ақтарған адамның сырын ешкімге айтпауға тырысамын. Сонымен қосылып әйтеуір ақыл кеңесін беруге тырысамын барынша. Бірақ өзім сенбеймін ешкімге. Жанар супер дейді. Иә, қазір енді сенім өте қиын, сенімге кіру де өте қиын. Және де шын ниетіңмен кеңес беріп жатсаң да, кеңесімді қабыл алып, кеңесімді жасайды деген ой жоқ. Қазір көп адамдар сондай ғой. Сенен сұрайды кеңес, бірақ өзінің білгенін жасайды. Иә. Бәрібір де өзінің білгенін жасайды. Ал енді жаңадан түскен келіндерге ең басты кеңестер, бір-екі кеңес болса, бір сен мысалға өзің басыңнан өтті сол қиындық, диелік, например деп атқан, мысалға сондай кикілжіңдерге ұрынып қалмас үшін жас келіндер не істеу керек? Өздерін дұрыстау жағынан, отношения, мысалға ене мен келіннің арасындағы қандай, мынау сен айтып жатсың ғой, енемен сырласпын деп, сондай сырлас болу үшін не істеу қажет?
көп келіндер енесімен сырлас бола алмай жатады, енесін бір жау көреді, өзіне ой енем сондай мындай деп таяқтың астына алып жатады ғой енді енелерді. Сондай мен ойлаймын, барған кезде уже сразу сіңісуге тырысу керек деп. Өзің қалай ойласаң, айналаң саған солай отношение жасайды негізі. Біреуді өзің жауыңдай көріп тұрсаң, жауыңдай қарайды ол да саған. Жалпы мен енді бара салып бәрімен күшті болып кеттім деп те айта алмаймын. Прям андай жаман болдым да деп айта алмаймын. Енді бір жылда бір баратын болғаннан кейін сыйластығымды жасап, жаңағы көрсем де көрмегендей болып, жаңағы айтатын сөзімді айтпай ақ қоя салып дегендей, сондай үн-түнсіз қой, сондай немен кетемін. Даналық пен жеңесің дейсің ғой. Иә, солай жаңағыдай көбінде сондай неге тырысам, ақылға салуға тырысам. Кейде қатты ашуланатын кездерің болады. Жаңа қатты ашумен айтып қоятын кездерің болады. Сонда да ертесіне дым білмегендей жаңағыдай күліп жасап жүре бересің. Жүре беремін. Ондай тырысып, бүрсіп, тарс еткізіп, қойып қалып деген сияқты ондай нәрселер жасамаймын. Сол ғой жаңағы айналып келетін есігің ғой. Сол принцип менде. Айналып келетін есігің, қайтып кіресің сол есікке, қайтып келесің, ешқайда кетпейсің. Сол үшін сыйластықты сақтау керек деп ойлаймын. Иә, өте дұрыс кеңес екен қыздарға. Так, қанша баланың анасы атану ойда бар деп сұрақ қойған екен мен өзім жазып. Қаншаның мен жалпы төртеу нормальный деп ойлаймын. Берсе аласың ғой, Құдай беріп жатса, бірақ жоспарда төртеу деген ойда. Құдай қаласа, иә. Иә, Құдай қаласа. Айтып тастаймын да, дым білмегендей жүре беремін. Ол өте дұрыс екен, иә, айтып тастаймын. Иә, іштегін айту керек, өйткені іштен тұнып ауру болады ғой көп әйел. Иә. Айту да керек, бірақ айтқанда да бетке тарс-тарс, енді әр адамның өз мінезіне қарай ғой. Біреулер прям бетке айта салады, оған ешкім ренжімейді, өйткені ол тік мінез деп айтады. Ал біреулер мінезіне сай емес, ол айтып тастау. Оның мінез жұмсақ, ол астарлатып жеткізу керек. Сол сияқты намекамен дейсің ғой. Иә. Әйтеуір іштегін бірақ шығару керек. Үн-түнсіз. Кейде үндемей қоя салғанда дұрыс. Үндемей қоя салғанда ұмыт болу керек қой, ол іштегі ұстап жүру. Иә. Ұмытып кету керек те болды. Сонымен ол не сенің ашуыңды шақырмайды, не сен біреумен ұрысуға алып бармайды деген секілді, иә. Ең бастысы оза ғой. Қатты жанжал, жаңағы қайтып келетін есігің деп тұрмын ғой. Қатты жанжал шығарып аласың да, бәрібір адамның ішінде қалады ол. Сен анаған ауыр сөз айтасың, ол саған ауыр сөз айтады. Сол бір сәттік ауыр сөз өмір бақи есінде сақталып қалады да. Одан да сол жерде үндемей-ақ, сол нәрсені болдырмай-ақ, ақыры бет көрсететін адамдарың, мен ойлаймын, сол сабыр сақтап, одан да үндемей-ақ жақсы деп кете салған дұрыс па деп. Иә. Бірақ жолдасыңмен қатты сөзге келісіп қалған кездерің болды ма? Енді ол баршамызда болады ғой, ыдыс-аяқ сылдырламай тұрмайды үйде. Сондай моменттерде ең бірінші қадам жасайтын қайсысың? Мен ұрсып жатып күліп жіберем. Сен мені мазақ қылып тұрсың ба деп. Ол французға келмейсің ба? Мен уже андай маған күлкілі болып кетеді да. Кейде андай ұрсып жатып, не затқа ұрсып жатқанымды ұмытып қаламын да. Өз не затқа ұрсып жатқанымды деп күліп жіберем. Сен мазақ қылып тұрсың ба мені? Мен көп андай кейде қатты ренжіп қаламын. Қой, сол кезін сөйлемейін деп өзіме уәде берем да. Сөйлемей қойған деймін да, бірақ сөйлеп жіберем. Именно мен ренжіп қалған кезде жолдасымның зарплатасы түседі. Не премиясы түседі. Керек момент бар. Мен ренжіп сөйлемей қалған кезде бір күшті жаңалық айтып келеді ғой. Не болып бұрт ұйықтапсың ғой, мен саған күшті жаңалық айтайын ба? Не, зарплатамыз түсті деп сөйтеді ғой. Мә продукт алу керек, мә киім айтпашы деймін ғой. Сөйтіп, мә ақша деп едім, сөйлеп жібердім.
ақша не істеді? Жадырап қала бересің ғой. Иә, ақша не істетпейді деп прикол ұстайды ол сосын. Ой, сен ғана емес, ол бәрімізде солай ғой. Содан ма мен айтып отырмын, мен ренжіген кезде бір күшті бір чудо болып қалады да оған. Постоянно ренжіп жүрсе деп айтатын шығар жолдасың онда. Бір күшті жаңалық келіп қалады, соны айтады ғой. Или өзі ойлап таба ма білмеймін әйтеуір. Содан сөйлеп жібересің, қалай сөйлемейсің? Ақша түсті деп тұрса. Зато ренжігеннің арқасында ана зарплатасына бірдеңе алдырып аласың ғой. Иә. Ой, бір тамаша сұхбат сырласу болып жатыр енді тегі. Өзің бүгін құлағымнан алыстамады ғой. Зарплатасын алып, продукт алып, бақытты болып жүрдік. Иә. Сұрағым қайда кетіп қалып еді. Адам өзгере ма? Қалай ойлайсың? Адам мынау басына сынақ түспей, өзгеріп, өзі бір құрсын осы бір мінезімді тастайын, дұрысталайын, мына мінезімді дұрыстамасам менің жолым ашылмас деген сияқты сәттер болып жатады ғой өмірде. Сонда адам өзгеруіне бірдеңе ықпал ету керек пе, әлде адам өзі бұлай-ақ өзгере алады ма? Қалай ойлайсың? Бір енді бұл серьезный сұрақ болып тұр енді. Мен жалпы жыл сайын өзімді жылмен салыстырып отырам да. Мен мына жылда қандай болып едім, қазір қандаймын деген сияқты салыстырып отырам. Өзімнен өзгеріс қалаймын жаңағыдай. Дамуым керек, алға қарай жылжуым керек деген принцип қоямын. Бірақ мінезімде мен адамдарға сенгіштігім, жаңағы шынымен көмектесіп беріліп кететіндігім, өзіме сол ұнамайды. Кейде қатты беріліп көмектесіп жіберем адамға, сосын ол жақтан соның қадірін білмей жатады, иә? Иә, сол жақтан сондай ответ келген кезде қатты ренжіп қалам да, и ол адамға көңілім қалып қалады. Мен сол нәрсе өзіме дұрыс емес деймін. Өзім дұрыс мінез емес ол. Өйткені жаңағыдай несерьезно қабылдау керек та негізі. Ал мен жалпы жақын қабылдап жіберем. Барлық адамды өзіме жақын қабылдап жіберем да, ақтарылып жаңағыдай жаңағы ол қатты айтса да жарайды жақыным ғой деген сияқты жұмсақ қарап жіберем. И ол маған басынған кезде, уже басынып кеткен кезде мен енді ей тоқта деп тұрып жаңағыдай тоқтап жаңа не қыламындағын уже мен ол адамға көңілім қалып қалады да. Сыйластығымды білмеді ғой. Иә, мен қатты сыйлап жіберем ол адамды, жақын тартып, сол жақсылығымды сыйлағанымды білмей ол маған андай не жасаған кезде, басынған кезде уже қайтарасың ғой. Басынып кеттің деп. Сосын ол адамға көңілім қалып қалады да менің. Бірақ мен сол мінезім дұрыс емес деп санаймын. Барлық адамды жеңіл қабылдау керек деп санаймын да. Күшті комментатор екенсіз дейді. Енді негізі ол сенде ғана емес, менде де сондай негізі. Мен де сөйтем, қатты ашылып, бір күшті әңгіме айтып келе жатам да, басынған кезде резко тоқтатып қоям мен де. Бірақ соны жаңағыдай басынбаудың ол негізі, иә, жаман әдет, жаман не, бірақ қалай сонда адаммен араласу керек? Если сен бүкіл жан дүниеңді беріп араласпасаң, әшейін бай, как пофигист сияқты араласу керексің ба сонда бәрімен? Мен түсінбеймін, мысалға менде де сондай. Иә. Пофигист сияқты аралассаң, сен уже ол адамды барынша сыйламағаның деген сөз деп ойлаймын да. Барынша сыйлап аралассаң, вообще басқаша болады. Иә, қатты сол. Мен ойлаймын, дұрыс жаңағыдай көмектесу керек, не қылу керек, барынша жасау керек. Бірақ ол адамнан қатты үміт күтпеу керек екен да. Иә. Үмітті күтіп қоятын сияқтымын ба, әлде мен сыйлағандай сыйлайды деп ойлап қалам ба? Иә, ожидаем большего, иә, өзіміз істеп аламыз да. Өзім сол мінезім дұрыс емес болар деп ойлаймын өзім. Ең басында келін болып түскеніңде бір жасай алмаған тамағың, әлде тұзың көп қып жіберіп, аз қып жіберіп, сондай бір приключение болып берді сенде тамаққа байланысты?
менде тамаққа байланысты ондай болған жоқ. Жалпы мен мамам азаннан кешке дейін жұмыс істеп отқаннан кейін, кешке қарай тамағын дайындап жүгіріп жүретін болғаннан кейін, маған тамақ жағы қиын болған жоқ. Бірақ бір күні мынандай не болған, осы келін болып 1 жылдан асып кетті ма, 2 жыл болды ма келін болғаныма. Қонақ шақырамыз ғой, жаңағы құдайы бірдеңе деп жатады ғой. Содан тамақтарын құйып беріп, анау-мынаулардың тамақтарын берген. Енді жүгіріп жүріп тамақ жеп жүресің ғой, келін болғаннан кейін. Қолымда огурцымен как-то сол үйдің келін емес қызы ұқсап, қонақтарға бір тістеп қойып, шайларыңыз бар ма деп. Огурцымен бір тістеп, шайларыңыз бар ма, шайларыңыз бар ма. Бірақ қолымда огурцы бар екен білмеген да. Беріп кеткенсің ғой. Сол жүгіріп жүріп тамақ жеп жүріп, қолымда огурцым бар екен білмей қалған. Енді қонақтардың бәрі бір түрлі қараған жанына, келін қуайын деген ба. Жоқ, ол сен өзіңе бір түрлі болды, бірақ ол халық байқамаған шығар. Негізі солай ғой. Өзіміз болмаған. Оны өзім жалпы қайынсіңлім айтқан. Жеңше, қолыңызда огурцыңызбен шай сұрап жүргеніңіз қалай кетті? Сол қайынсіңлім айтқаннан кейін басыма теккен, мен қолымда огурцы алып жүрмін ба деп. Өзің де байқамай қалғансың ғой енді. Байқалмай қалған, шаршағандықтан болар, білмеймін, енді сондай қызық болған, сондай. Ой, қандай күшті сырласы болды. Бүгін ашық сұхбат керемет болды, маған қатты ұнады. Енді өзіңнен бір оқырмандарға тілек болса. Оқырмандар, не айтсам болады? Мен сияқты осылай блог жүргізгісі келетін келіншектерге дамытыңыздар дегім келеді. Себебі ағайын туыс қолдамағанмен баста. Жаңа айтып отырмын ғой, енеңмен күйеуің қолдаса, самый главный, ағайын туысқа дәлелдейсіздер, жайлап. Уже ел сізді қолдағаннан кейін ағайын туыс артынан қолдайды ғой. Соны айтқым келеді. Біраз өмір жасымызды ұзарттыңыз дейді, от души күліп алды дейді. Күшті эфир болды бүгін, иә. Өте күшті эфир. Күшті болып жатыр. Тілек керемет. Жанар ханым, сізге де үлкен алғысымызды білдіреміз. Тікелей эфирге келісіп, шығып, ашық жарқын әңгіме болды, сырласу болды. Өте көп күлдік. Ол деген өте жақсы қой. Себебі өте қызық болды да тікелей эфир. Көзімізге де рахмет. Өмір жасымыз бірталай не қылды, ұзарып қалды ғой. Бала шағаның рахатын көр, жолдасың екең ұзақ өмір сүріңдер бірге. Көп балалы ана атан, Құдай қаласа, және де до конца осы кейінде үлкен бір әдемі сұлу апа болып отырғанда да бір позитив апа болатын сияқтысың сен. Сондай позитив апа болуын тілеймін. Мынандай болады ғой, современный апалар болады ғой, давай вперед дейтін, сондай апа боласың ғой. Құдай қаласа сол күнге жеткізсін сені. Амандықта, саулықта кездескенше, жүздескенше үлкен алғысымды білдіремін. Тікелей эфирді күшті қылып, от қылып бергеніме бомба болды бүгін шынымен де. Бомба болды. Бүгін сізге рахмет, тікелей эфир. Үлкен алғысымды білдіремін. Сырласумен бізбен бірге сырласып, уақытыңды бөлгеніне үлкен алғысым шексіз. Рахмет саған. Жақсы қайырлы түн, Алла тағала түн тыныштығын берсін. Қызыңа сәлем айтып қой бізден, бетінен сүйіп қой. Жақсы, рахмет сізге де. Жақсы, сау бола қой. Ал, құрметті менің оқырмандарым, Жанар ханымның оқырмандары, сіздерге үлкен алғысымызды білдіреміз. Тікелей эфирде бірге болғандарыңыз үшін үлкен алғыс.
баршаңыз осы тікелей эфирді қарап отырғандарыңызға үлкен алғысымды білдіремін. Сұрақ жазып, сұрақ қойып, өздеріңіздің пікірлеріңізді білдіріп отқандарыңызға үлкен рахмет сіздерге. Алланың нұры жаусын. Алла тағала бүгінгі түндеріңізді тыныш етсін. Жақсы ұйықтап, жақсы демалуларыңызды тілеймін. Баршаңызда сау саламатта кездескенше деймін. Сіздерге рахмет, сіздерге үлкен алғысым шексіз, басымды иемін. Кіріп, көріп, қолдап отырғандарыңызға үлкен алғысым шексіз. Баршаларыңызды сүйдім, қайырлы түн. Баршаңызды жақсы көрем, сау саламатта болыңыздар. Ертең кездескенше. Керемет сұхбат болды. Үлкен рахмет сіздерге, алғысым шексіз. Сау болыңыздар, Алланың нұры жаусын баршаңызға, жазып тілек білдіріп отқандарыңызға. Сау болыңыздар, беттеріңіз